Қызың өссе, қызы жақсымен, ұлың өссе, ұлы жақсымен ауылдас бол. Қыздың өзі үйде, қылығы түзде. Қызға қырық үйден тыйым. Бұл қызын ибалы етіп тәрбиелеуді өзіне парыз санаған ата-баба сөзі. Қазақ тұрмыс құрмаған қыз баласын тәрбиелеуде қызым саған айтам, келінім сен тыңда десе, кейін отанасы атанған шақта келіні жақсы үйдің кереге салтын дегенді тағы айтқан. Мынау қазіргі енді сыңсудың айтылуы, айтылмау қазір енді сыңсуды да жаңағы басқа адамдар орындап кетеді. Негізі қазір сыңсуда орындалып жатырған жоқ. Енді бұрынғы кездері сыңсу туған жерімді, елімді қашан көрер екем ай деп армандап қимастықпен сондай болатын еді ғой. Міне қазір енді жақын жерге қазір көлікпен бір күнде 2 сағатта да баруға болады. Бірақ сонда да сыңсып өзінің ата-анасына, өзінің бауырларына деген пейілі, сол ортада өсіп өнді, сол туралы өзінің айтуға болады. Мен енді көп неде келісе бермеймін, өйткені қыздарды шығарып салған кезде мынау әртістердің қолынан ұстап жүруі, жаңа жеңгелерінің орнына олардың барлығы дұрыс емес деп мен келмейді. Міне сол жағында жаңа заманауи дегенмен, шоу дегенмен осылардың барлығын ескеру керек. Өйткені қазақ халқында ата-анасы қызына өте сондай жақсы, мысалы түскен келінге көп балалы болсын, еліне сыйлы болсын, жақсы инабатты ибалы келін болсын деп, мысалы әркім өзінің тілегіменен сондай жақсы деген келіндерге келіннің қолтығын ұстатады. Қыз айттыру деген тіпті ұмыт болды біздерде. Қазір жаңағы екі құда-құдағи кафеде кездесіп, барлығын жаңағы бірге шешіп бір мәселені, содан кейін жаңағы той жасаймыз. Анаған пәлен кит, мынаған пәлен кит, мынаның размері қандай, мынаның размері қандай дегенге кетті. Енді о нәрсе біздің қазақта болмаған нәрсе. Айтады, ойбай 13 жеңгесі барады, 13 жеңгесіне 13 алтын кигізесін. Ол бар ма жоқ па, Аллахул әлем. Бірақ екі баланың бақытын сол жерде ойлап жатқан ешкім жоқ қой. Екі адамның бақытын. Енді салтымыз бар, дәстүріміз бар, дұрыс. Бірақ оның әрқайсының өзінің жолы бар. Жеңгетайдың өзінің жолы бар, ағатайдың өзінің жолы бар, әкенің жолы бар, ананың жолы бар деген нәрселер. Қазір тіпті жаңа айтып жатырмын ғой, әрбір салт дәстүр қазақты бірлікке, һәм туысқандыққа, қарындастыққа шақыратын зат. Бір-бірінен ажырату мүмкін емес. Қазір салт дәстүрімізді біздер шоу қылып пайдаланамыз, бірақ оның артында жатқан амалды орындамаймыз. Қажетті дүниені орындай алмай қалып жатырмыз. Біреулерін айтсаң, дінге әкеліп тіреп қояды. Діннің ешқандай оған қатысы жоқ. Дін оны қуаттап, қолдап, қайта оның бар жерін дұрыстап, көркейтіп, жеткізіп беріп отыр. Және соның сол салт дәстүріміздің ұмытылмауына, һәм бүгінгі күнге жетуіне осы діннің үлкен рөлі бар. Рөлі бар. Ата-бабаларымыз барлығын сақтады. Дінді де сақтады, салт дәстүріміз бірге сақтады.